Баршаңызға сәлем. Бүгін көкөністер мен жеміс-жидектерді қыс мезгіліне қалай сақталу керектігін көрсететін боламын. Бірінші барлық болгар бұрышын салып, жақсылап жуып алыңыздар және ішіндегі дәндерін осылай алып тастаңыздар. Барлығын жуып тазалап болғаннан кейін осылай төңкеріп қойыңыздар. Сосын 1 сағатқа қойып қойыңыздар. 1 сағатта толық кеуіп қалатын болады. Сосын осылай бір-біріне кигізіп, пакетке салып, бетін қатты жауып қойыңыздар. Міне бұл бірінші түрі, ал екінші түрі осылай екіге бөліп аласыздар. Тағы да ортасынан бөліп, осылай 4 бұрыш қылып турап аласыздар. Бұл сорпаға және кез келген тамаққа қосып жей бересіздер. Осылай өздеріңізге керегінше турап аласыздар және осындай арнайы пакетке немесе кәдімгідей пакетке салып сақтай беруге болады. Барлығын салып, ішіндегі ауасын осылай шығарып тастайсыздар және осылай бетін қатты қылып жауып қойыңыздар. Міне бұл сақталу жолының екінші түрі осындай. Үшінші түрі болгар бұрышын осылай жіңішке қылып турап аласыздар. Бұл пиццаға және салатқа қолдануға болады. Мен әр жылы осылай өзіме керегін жасап қоямын. Бұл жолы сіздермен бөлісейін деп шештім. Міне осылай болады. Енді осыны кәдімгі осындай пакетке сақтайтын боламын. Барлығын салып, бетін қатты жауып қоямыз. Бұл үшінші түрі, енді сіздерге төртінші түрін көрсетемін. Осылай екіге бөліп аласыздар және соломка қылып турап аласыздар. Бұл салатқа және тамаққа қолдансаңыз болады. Бұны да осындай пакетке салып, бетін қатты жауып қоямыз. Енді брокколидің сақталу жолын көрсететін боламын. Осылай алып аласыздар және үлкен болса, осылай ортасынан бөліп алыңыздар. Екі брокколидің барлығын осылай турап, ыдысқа салып, үстіне 2 ас қасық тұз салып, үстіне су құйып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Бұл өзінің улы заттарын шығарып тастайтын болады. 1 сағаттан кейін суын төгіп, осылай майлыққа қойып, кептіріп аламыз. Міне брокколиміз кепті. Енді осыны арнайы пакетке немесе кәдімгідей пакетке салып сақтай берсеңіз болады. Барлығын салып, ішіндегі ауасын шығарып, бетін жауып қоямыз. Міне брокколиміз дайын болды. Осылай сақтайсыздар. Помидорды жақсылап жуып аламыз және осылай жіңішке қылып турап аламыз және кез келген затқа пакет төссе, помидорларды осылай бір-біреуден қойып шығамыз. Осыны мұздатқышқа қойып қатырып аламыз. 1 сағаттай қатырып алыңыздар. Міне 1 сағат өтті. Енді осыны пакеттерге салып сақтайтын боламыз. Мен осылай көп қылып жасап қоямын. Себебі қыс мезгілінде пицца және жұмыртқамен бірге қуырып беретін боламын. Екінші түрі осында пищевой пленкаға орап қоятын боламын. Бұны 5 бармақтың сорпасына және кәдімгі сорпаға да бүтіндей қылып салып жіберсеңіздер болады. Сол кезде тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Міне осылай сақтап қоя бересіздер. Міне барлығын сіздерге көрсетейін. Болгар бұрышын 4 түрін сақтадық. Бұл білесіздер, қыс мезгілінде өте қымбат болады. Сол үшін осылай көбірек сақтап қойыңыздар. Ал бұл галбүсі жасау үшін сақтап қойдым. Бұны осылай 3 қылып жасап қойдым. Бізге осы 3 жетеді. Не қызанағымыз және брокколи және жаңағы қызанақтарымызды дәл осылай сақтай бересіздер. Енді жемістерді көрсетейін. Бұл малина, бұларды видеоға түсіруді ұмытып кеткенмін, бірақ сонда да сіздерге осылай көрсетіп кетейін. Жемістерді жумай, мұздатқышқа қойып, дана-дана қатырып аламыз, сосын алып, осылай пакеттерге салып аламыз. Малинаны да дәл осылай сақтайсыздар. Міне, мендегі малина осылай дана-дана болып тұрады. Егер сіздер алып құры өзін салып тастасаңыздар, бұлар жабысып қалатын болады. Сол үшін осылай ұштықтап, осылай сақтап алыңыздар. Сосын пакеттерге осылай салып қоясыздар. Өрікті де ішін осылай тазалап аласыздар және осылай қойып дана-дана қылып қатырып аласыздар. Сосын пакеттерге салып тастайсыздар. Құлпынайды да осылай дана-дана қылып қатырып, сосын осындай арнайы пакетке немесе осындай контейнерге салып сақтай бересіздер. Ал черешня мен шиені кәдімгі пакеттерге салып сақтай бересіздер. Бұны арнайы үштіктап қатырмайсыздар. Осылай пакетке салып қойсаңыздар, мұздатқышта тұра беретін болады. Ал малинаны осылай езіп, үстіне қант салып, осындай банкіге құйып қоясыздар.
міне осылай сақтай бересіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Зарина.